Қоғамға ең қауіпті адам ол білімді, мәдениетсіз адам. Мен солай ойлаймын. Сіздер қалай деп ойлайсыздар? Өйткені солардың кесірінен мынау жемқорлық деген бәрі сондай нәрселер, жаман нәрселердің бәрі сондай адамдардың арқасында пайда болады. Сол үшін де мінекей кішкентай өзіміздің балаларымызды мәдениетке үйретейік, білімге үйретейік. Білімге үйреткен кезде алдыға қойып өзіміздің жерімізді сыйлауды үйретейік бірінші. Ұлтымызды сыйлау үйретейік, тілімізді сыйлау үйретейік. Осы Қазақстанда біздің балаларымыз өз жерінде жүргендей болсын, ешкімге құл болмасын. Құл болмасын, ешкімге өздерін көрсете білсін. Сол балаларымызды әр салада өзін біліммен ғана шықсын. Әр салада білімді болсын. Мен соған қазіргі көп жерлерді қарап отырсам, мынау жастарымыз көп дамып жатыр, көп нәрсеге үйреніп жатыр, тіл біледі, неше түрлі мамандықтарды біліп жатыр. Бірақ соның ішінде мәдениет бар ма, жоқ па екенін соны білмеймін. Бірақ соларға қарап отырып, негізі риза боламын. Өйткені қазір білім қуған заман, білімді болайық, қалайық.